Ана бір адам өлерінде айтты балаларына: мен өлем, өлгеннен кейін мені жағып, сүйегімді ұнтақтап, суға шашып жіберіңдер дейді. Сосын адамдар неғып болай істейін деп жатсың? Мен ол ойлаған ғой, целиком болсам, Алла мені азаптайды дейді. Оның сол Алланың азабынан қорыққаны үшін Алла оны рахметін алды дейді. Анау Ибрахим Атхам деген кісі бар. Үлкен сопы ғалым болған. Ол кісі бірден сопы болмаған. Ол кісі қазы болған. Мысалы, Шымкент шаһарының соты. Жоғары сот. Қазы деген сот. Прокурор бәрінің рөлін бірақ атқарады. Ана кісі күнде кешкі ас іскеннен кейін жүріп қайтатын әдеті бар екен. Үйінде қара күн қыз болған, қызметшісі. Ана кісі жүріп келгенше бұл кісі аппақ төсегін сап қояды екен жаңадан. Сөйтіп бір күн енді ана қыз өмір бақи қожайынның төсегін сап жүрген, айтты: осы кісінің төсегіне бір жатып көрейші деп. Жатқанда көз ілініп кеткен ғой. Ана кісі келсе аппақ төсегінде қап-қара қыз жатыр екен. Алғанда шыбықпен салып қалған. Не істеп жатсың деп. Сөйтсе ана оянған кезде әлгі қыз жымиып күледі дейді. Сонымен ана кісі таң қалған ғой. Менен қорқып тұрған жоқ мынадай қателік істегеніне. Керісінше күліп, не күліп тұрсың деген ғой. Қайтып уайымдамайсың ба? Сөйтсе айтады дейді: бір сағат мына төсекте жатқан менің жазам шыбық болды деген. Өмір бақи жатып келе жатқан адамның жазасы қандай екен деген ғой. Дүниені тәрк етіп сопыл жоққа түсіп кеткен кісі. Сөйтіп әлгі кісі бір күн ұйықтап жатса, жаңағы қыз тахажжуд оқып жатыр дейді. Сөйтіп тахажжудты дұға қылып тұр дейді: е Алла, сен мені жақсы көр дейді. Е Алла, сен мені жақсы көр. Е Алла, сен мені жақсы көр дейді. Ана кісі Ибрахим Атхам таң қалған: не деп жатыр мұны? Деп әлгі ояң ұйқысынан тұрып, әлгі қыздың намазын біткенін күтіп, сәлем берген кезде айтады: ей, сен не деп жатсың? Мені жақсы көріңе, мен сені жақсы көрейін демейсің ба деген екен. Сонда әлгі қыз әулие болған ғой: сенің Құдайды жақсы көру маңызды емес деген, Құдайдың бізді жақсы көру маңызды деген. Сондықтан біз Құдайды жақсы көреміз де, ол жай нәрсе. Құдай бізді жақсы көрсін. Сондықтан дұға қылғанда да: е Аллахым, мені өзің жақсы көргендердің қатарынан қыл. Мені өзің кешіргендердің қатарында қыл. Мені өзің рақым еткендердің қатарында қыл деп сұрау. Е Алла, мені сені жақсы көретін де. Бола бересің ол. Бәріміз Құдайды жақсы, кім айтады мен жек көрем деп. Бірақ Алла жақсы көрген адам оласыз. Сондықтан Әбу Бәкірге хабар айтқан ғой: мен Әбу Бәкірге разымын, Әбу Бәкір маған разымат, жәннетпен сүйіншіленген. Ойлашы. Әбу Бәкір ағыл тегін болып жылаған ғой: мен Раббыма қалай разы емеспін дегенді. Мен Әбу Бәкірге разымын, Әбу Бәкір маған разы екен деген. Сондықтан біз Алланы жақсы көруші емес, Алла жақсы көргендерден болуды Алла нәсіп етсін. Күнәмізге тәуба етушілер емес, Алланы еске алмағанымызға тәуба етушілерден болсын. Амалымызға сенушілерден емес, Аллаға иек артушылардан болуымыз керек. Міне құрметті қауым. Бұны тереңдетіп ар жағына кірсек, түсінбей қаласыздар. Сондықтан біз жеңілдетіп айтамыз ғой сіздерге. Жеңілдетіп айтамыз. Қалай сондамыз? Сен Алла Тағала сен жәннатты жаратсаң да, жаратпасаң да, мен саған құлшылық етем деген сен түсініп көр. Білесің сен өзің кім екенсің. Қазір уақытша жетер, жәннат жоқ десе, тозақта жоқ десе. Ай, Құдай біледі, сені қаншаны шығып бітем. Мен де шығып бітем жаңағы емекі Аллаху акбар, ассаламу алейкум. Көрме, сондықтан иншалла мені біз діннің, құлшылықтың мәнін білеміз. Мына нәрсені естен шығармаңыздар.
Алла маған міндетті емес. Аллаға еш нәрсе міндет болмайды. Хоть миллиард жыл намаз оқы, ешкім. Bir adam Bani İsrail қауымынан 500 жыл Аллаға ғибадат қылып дүниеден өткенде Алла тағала айтқан, мен рахметім алдым, мынаны періштелер айтқан, мынаны жәннетқа кіргізді. Сонда періштелер келіп, Алла сені рахметіне алды, сен жәннетқа кіргенде жоқ дегенде, менің амалым өлшенсін, мен амалыммен кірем деген ғой. Сонда Алла тағала білуші ғой, періштелер айтады, я Раб, құлың амал жасапты саған, сонымен кіргісі кеп жатыр дегенде, олай болса деген, оның амалым бір жаққа, менің оған берген сансыз нығметтерімнің біреуі көздің мына көруін таразының бір жағына қойыңдар дегенде, көз басып кеткен ғой. Сонда Алла тағала айтты, мынау менің бір нығметіме татырлық құлшылық қылмаған, мынаны тозаққа лақтырыңдар дегенде, әлгі адам жылады деді, я Раб, мені рахметіңмен кіргіз. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабалармен отырғанда не деді? Сендердің ешбіреулерің амалдарыңмен жәннатқа кірмейсіңдер. Намаз, ораза, зекет, мешіт, садақа, жетім, балалар, ештеңе, жол, мектеп, ештеңе ол кірмейсіңдер. Сізде ме, я Расулалла дегенде, мен де деді пайғамбар. Ойлаш пайғамбар, мен де амалыммен кірмейді деді. Субханаллах. Біздің өмір бақи жасаған құлшылығымыз пайғамбарымыз саллаллаху Аллаху акбар дегенде татиды ма, айта аласың ба сен? Татиды деп жоқ. Сол кісі амалмен. Илля мен рахима раб деді, не деді? Алла рақым еткен адам ғана кіреді. А сенің сонда амалымыз қайда біздің? Ол жәннаттағы сенің условияң. Сондықтан амалымыз әртүрлі болған үшін Алла нәсіп етіп жәннатқа кірсек, біздің деңгейіміз әртүрлі болады. Условия әртүрлі болады. Біреу 5 жыл намаз оқыған, біреу 10 жыл намаз оқыған, а оның жағдайы басқа. Біреу 1000 теңге жұмсаған Алла жолында, а біреуі миллиард теңге жұмсаған, оның жағдайы басқа болады ол. Қараңыздар. Біреу бірақ сүре біледі ықыласты, фатиханы. Ықыласы шала-шала. А біреу бір парақрам. А біреу Құранды полный біледі. Ол тең болмайды ол жерде. Сондықтан мына сіздердің әрбір амалдарыңыз қабыл болса, ол жәннаттағы сіздің сыйыңыз. Ал әрбір жасаған күнәңіз Алла кешпесе, тозақтағы азабыңыздың мөлшері деген сөз. Сіз 2 рет зина жасасаңыз, ол 1 рет зина жасағаннан көп болады азабы. Сіз 1 стопка арақ ішсеңіз, 1 бутылка ішсеңіз, тозақта 1 бутылканың азабы қатты болады. Сіз 1000 теңге ұрласаңыз, мына жерде миллион теңге жымқырсаңыз, 1000 теңгеге қарағанда миллиондық қатты болады азап. Сол секілді жәннатта да 1 жыл намаз оққан адамның намазы мен 10 жыл оққан намаз екеуі 2 бөлек болады. Сондықтан құлшылықты біз көбейтеміз өзіміздің жағдайымыз үшін. Түсіп отырсың ба? А біз болсақ ерінеміз, ол сенің өзіңе берілген сый ғой, намаз, ораза, бәрі саған берілген сый, одан Құдай көк тиын пайда көрмей. Кешіріп қойыңыздар. Түсіндіңіздер ме? Бірдеңе барды ма? Реніш болмасын. Мынау не айтып кетті? Бұған дейін не істеді? Неме сонда мен намазым деп жаңағыдай байланысып жүрмін ашық. Сондықтан Алла біздің құлшылықтарымызды қабыл етсін. Енді құрметті жамағат, бұл әңгіменің базы ғой негізі. Сондықтан бір нәрсені біліңіздер, Алла тағалаға еш нәрсе міндет болмайды. Алла бізді кешіруге міндетті ме? Жоқ. Бізді жәннатқа кіргізуге міндетті ме? Жоқ. Біз Аллаға керек емеспіз, Алла бізге керек. Түсіндіңіздер ме? Сондықтан намаз оқимын, ораза ұстаймын деп, біреуді сөкпе, өзіңді ғана ойла. Мына көршің жүрісі мынау, уайымдамайсың ба десе, уайымдаймын, бірақ менің халім одан ауыр болып тұр ғой деу керексің сен. Міне Аллаға егеткен адамыз.
А біз ғой бейшарамыз ғой, анаған жанымыз ашып жүрген, шеп зина жасап жүрген адамға жанымыз ашып жүрген. Анау күпірліктен жақсы ғой, бірақ ғой менің халімде Алла өзің жеңгет. Бауыр мен біреуге ештеңе айтып, мен өз басым жетеді мынадан. Алла кешсінші, мұсылмандар намазын қабыл етсінші, оразаларын қабыл етсінші, тәубасын қабыл етсінші. Соны уайымдауымыз керек. А сен біреуге үкім шығардың ба? Сен несің? Нашарсың деген сөз. Сен ештеңе әлі түсінген жоқсың. Міне біздің қателігіміз осы. Көрдіңіздер ме? Сондықтан бірінші біз өзімізге жауап беруіміз керек. Биыл оразам қабыл болды деп қол көтеріңдерші. Ораза ұстаған жоқсыздар ма? Ұстадыңдар ма? Қол көтерсеңдер. Неге көтер? Қиын ба? Сенде ешқандай не жоқ, құзыреттілік жоқ. Осыны біліңіздер. Біздің қателігіміз сол. Аллаға тиісті болған құзыреттілікті өзімізге аламыз кейде. Сөйтіп біреулерді кіргізіп шығарамыз ғой. Сен жәннатқа кіресің, сен кірмейсің. Анау кіреді, анау кірмейді. Субханалла, рақат. Алла бізге сондай бір функция беріп қойғанда. Әсіресе бауырларымыз бар біздің, білесіздер ғой бәріңіз. Бір өздері ғана кіретін сияқты жүреді ғой. Бізге бүйтіп жалқы қарайды да, бейшара, адасып жүрді. Өлсе айтарынша сорлы, не болды, анау Мысырға барып оқыды, не тапты дейді ғой. Қайдан білсін бейшара? Өзінің халі қандай болатын? Сондықтан біз ешқашан ешкімге, мынау Хасан аль-Басри радиаллаху, бұл кибар табиғин дейді. 100-ден аса сахабаны көрген. Тек пайғамбарды көрмеген, сондықтан табиғин болып қалған. Сол кісі дұға қылады екен. Аллахым, мені тозақта мәңгі қалып кетпейші. Ең болмағанда тозақтан соңғы шығатын адам қылшы деп тілейді екен. Біз бірінші кіреміз деп жүрміз ғой. Біз жаңа пайғамбардың жанында мен тұрам, жаңа Орекең ба, постоянно түсіріп жүреді. Мүмкін емес енді Орекең осынша бір уағызды жазып, енді ақ туының астында кірмей қалуы деп қоямыз ғой ше. Хасан аль-Басри жылап жатыр, сақалы су болып. Алла, мен қалып кетпейін, ең болмағанда мен соланы соңғы шығып бара жатқан бір адам болады ғой, сол қылшы мені дейді екен. Қараңыз. Қиямет күнде жәннаты, тозақы кіріп болғанда жәннаттың алдында бір топ адамдар болады екен. Алла білуші, неге кірмейсіңдер дегенде, я Раб, бұл дүниеде бізбен намаз оққан, ораза ұстаған, бірге жаңа жақсылықта, игі істерде жүрген бауырларымыз бар тозақта. Олар кірмей, біз кірмейміз дегенде, Алла тағала айтады екен, тозаққа барыңдар да таныған бауырларыңды шығарып алыңдар дейді екен. Осы хадисті айтып, Хасан аль-Басри жамағатын айтады екен, уа жамағатым, мені танып аңдаршы дейді екен. Ертең жәннаттың алдында көрмесең, мені іздеңдер дейді екен. Біз пайғамбармен бірге жүрміз ғой. Бәріміз жаңа Сарыағаштықтар жүр, ой, Алматы жамағаты қай жерде тұрады екен деп, біз енді анау примерно Сарыағаш бәрі діндар, біздер сол енді ана кісінің ар жақ бер жағындамыз ғой деп жүр ғой жаңа. Енді солтүстік жақтар кішкене орыстанып кеткен, енді олар кішкене анау бір төмен жақта тұратын шығар деп қоямыз ғой. Хасан аль-Басри жылап жатыр. Кірмей қалам ба деген қорқынышта. Кірмей қалам ба деген. Біз кіріп, шын орын, меші, сарай салбағанбыз ғой. Еще өзіміз шешетіміз ғой. Мен анамен көрші болам. Сізбен болсам жақсы болады деп қоямыз жаңа. Олар оны уайымдамаған ғой. Олар қалай кіреміз? Мүмкін ілікпей қаламыз рахметке деген уайым. Сондықтан ең соңғы шығатын адам бар ғой. Ең болмаса мені сол етші деп сұраған ғой. Чем қалып кеткеннен ан жақта. Сол адам
тозақтан ең соңғы шыққан адам әбден үсті күйген, жанған бір қанша жет. Сол ана пайғамбардың кәусарына түскен кезде қайтадан жаңағы денесі бәрі тазарып, енді Алла менің рахметіммен, ей пендем құлым жәннатқа кір деген кезде ярап, енді орын қалмаған шығар дейді екен. Адам кіріп кеткен ғой. Сол кезде Алла тағала ол адамға бұл дүниенің 10 есесін береді екен. 10 есесін. Ал енді пайғамбармен кірген адам, ана кірген адамдардың ол несіне біздің ақылымыз жетпейді. Сондықтан Алла субхана тағала бізді тозақта қалып кетуден сақтасын. Алла, біз біреуге көмек, мен бейшараның ақыретін не болады деме, сен өзіңді ойла, Алла, мені ең болмағанда соңғы шығатын адам етші мені. Мен қап кетпейші деп сұрата сен. Қап кетпейші деп сұрата. Адамзаттың асылы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өкшесі тілініп, тізесі жарылғанша құлшылық қылған. Ол мынадай кілем жоқ, ондай мешіт жоқ, шидің үстінде тұрған саз балшықтың. Сондықтан ана жарылып кететін болған аяқ. Сәждеде жата берген. Қиямда Құран оқып тұра берген. Бақара бітеді, Әл-Ғимран бітеді, Ниса бітеді, кете берген ары қарай. Сен ықылас фатихамен оққан намазды оқып алып, еще жаңағыдай әңгіме айтамыз да біреулерге жаңа. Айтшы маған дейміз да, мынаған айтшы жаңа. Жаман болады, жаман болады дейді. Сен қандай боласың? Ешқашан біреуге мүмкін қылма. Мүмкін ол бізден қайырлы да. Пайғамбарға туған аға болған немере. Абу Лахабтың күйі не болды, айтыңыздаршы. Сондықтан ол мен әхлі бәйтпін деу саған қамқор бермейді, егер сен де тақуалық болмаса. Ал сен де тақуалық болса, сен әхлі бәйт болмасаң да, сен пайғамбармен бол. Пайғамбарымыз Сәлман минна мен әхлі бәйт деген. Сәлман бізден, ол мен әхлі бәйт деген. Сәлманды қожаға. Қожа болып тұрған әхлі бәйт болдың. Абу Лахаб аят түскен ғой Құранда, сүре түскен. Таббат яда аби лахаби ва таб. Сондықтан тек ол бізді құтқармайды. Анау Нұх кемеге мініп, бәрін кемеге салып, өзін иман келтіргендерін бәрін кемеге салып, сөйткен кезде баласы қап кетті, бір баласы. Ей балам деді, я бұнай иркап мағия деді, Құранда не деді? Ей балапаным деді, кел кемеге мін, яғни иман ет, маған ер дегені. Сонда бала, сен суға батасың дегенде, жоқ деді, мен таудың биік жерін табам, сол жерде болам деді. Сол кезде айтты, ол күні деді, ешқандай жер болмайды деді. Бірақ сөйтті да әке мен баланың арасын толқын кеп қақты, анау толқынмен кетті, сөйтіп Нұх кемеде қап кетті. Сөйтіп не істеді? Нұх дұға қылды, я Раббым, сен маған еріп, менің әхлі бәйтімнен болғандарды қорғайын деп едің ғой дегенде, ол сенің әхлінен емес деді. Сондықтан ол кім болмасын, тіпті пайғамбардың тегі болып, иман келтірмеген болса, оған ешқандай шарафат болмайды деген. Ал кім иман етсе, пайғамбардың сүннетін орындаса, міне сол нағыз әхлі бәйт болады. Амал еткеннің бәрі әхлі бәйт. Анау айдала жатқан бір фарс не деді? Сәлман Фарсиді. Сәлман бізден деді. Және ол әхлі бәйт деді. Міне көрдіңіздер ме? Сондықтан біз тегімізбен мақтанбаймыз. Біз тақуалығымызбен есепті. Инна акрамакум индаллахи атқакум. Сендердің ең ардақты құрметтілері ол тақуаларың деген міне, құрметті ағайын. Құрметті бауырлар. Алла тағала бізді өзі рақым еткен құлдардың қатарында болсын. Алла бізді өзі жақсы көрген құлдардың қатарынан етсін. Ол үшін шайтанды тыңдамау керек. Болды. Аллаға сүйікті құл болудың жолы не? Шайтанды тыңдамау болды. Түгел уақытта. Нәпсіні тыңдама, шайтанды тыңдама. Болды. Бас күштен керек жоқ. Аллаға жағу үшін не істеу керек?
Шайтанды тыңдама, болды. Болды, басқа ештеңе бір қиын емес бұл. Біздің қателігіміз сол, оны тыңдаймыз кейде. Кейде емес, бәлкім біраз уақыт тыңдаймыз да оны. Оразаға дейін, келесі оразаға дейін көп тыңдаймыз оны. Ол бізге ақыл айтады ғой еще. Оны қабылдаймыз, еще білеміз оның біздің дұшпан екеніміз. Мынау жаңағы Қытай, орыс біздің ата жауымыз, біздің ата жауымыз негізі ібіліс қой. Сол ібіліске ергендіктен біз сол баладан жеңіліп қап тұрмыз ғой, қорқып отырмыз ғой. Біз ібілістен жеңілмегенде біз ешкімнен жеңілмеген болар едік. Біздің қателігіміз сол мұсылмандардың неге жеңілді? Ібілістен жеңілгеннен кейін жеңілдік. Ал ібілісті жеңгенде біз ешкімнен жеңілмеген болар едік. Қараңыз, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ақша ғала үммәти бишшир". Мен үммәтімнің шіркке кетуінен қорықпаймын деді. Бірақ үммәтімнің дүниеге берілуінен қорқамын деді. Сол дүние біздің түбімізге жетіп жатыр. Сол жақсы көлік міну үшін арын сатып жатқандар бар. Бір жақсы бір ұялы телефон ұстау үшін арын сатып жатқандар бар. Жерін сатып жатыр, елін сатып жатыр, ағайын туысын сатады, әпке қарындасын сатып жатыр. Не үшін? Дүние үшін. Басқа ештеңе емес. Қанша қарындастарымыз әпке мына шетелдік компанияларда жұмыс істеп жүр. Көріп отырмыз бәріміз. Білеміз не болып жатқан. Шайтанды тыңдағаннан кейін сондай халге душар болып отырмыз біз. Өліп кетсем де қолымнан келгенше мен сені асыраймын, айналайын қарындасым, сен бұл жерге кірме деп шығарып алып жатқан қайсыңыз бар? Қайсыңыз бар? Айтыңыздаршы. Әйел адамның нәпақасын, күн көрісін Алла субханала тағала мына 4 еркектің мойнына жүктеген. Біліп алыңыздар. 4 еркектің мойнына жүктеген. Әкесі, баласы, ағасы, інісі, күйеуі. Осы 4-еуінің біреуінде болады. Егер бұл 4-еу болмаса, оған қазы жауапты болады. Сондықтан жетім әкесі туысы жоқ жетім қыздардың уәлиі қазы болады, елдің қазысы. Сол уәлилік етеді. Біліп алыңыздар. Әкесі не істейді? Дүниеге келген қызды бой жетіп тұрмысқа шыққанша асырайды, бағат, қорғайды. Аш, жалаңаш қалдырмау. Одан кейін тұрмысқа шыққасын әкесінің мойнынан түседі, күйеуінің мойнына өтеді. Ер адамның мойнына. Ол олай-бұлай қайтыс болып кетсе, ер жетіп балағатқа жетіп тұрған баласы қарайды, балаға жетіп тұрған баласы болмаса, туған ағасы мен туған інісі қарайды. Екеуінің біреу. Ол екеуі көмектесе алмай жатыр. Ана үйдегі бір қатыннан аса алмай. Сенің өзіңде шиттей балаларың бар, ол бірдеңе өзі күнің көрді, болды сынамыз. Тағдыры оның деп қоямыз. Қайсымыз сол еңбегімізден жырып беріп жатырмыз соларға? Айналайын қызым, айналайын қарындасым, мына жерде жүрме, бұл тек ер адамдар жұмыс істейтін жер. Бұл жақсы болмайды. Сен өзіңе лайықты жұмыс тап, орналастырайық. Бала бақша бар, асхана бар, көп жұмыстар бар ғой әйел жұмыс істейтін. Бөстекі ер адамның жаңағы ермегіне айналмайтын жер болу керек. Неге сол олқылықтар кетіп жатыр? Шайтанды тыңдап жатырмыз. Кәдімгідей тыңдаймыз ғой, кәдімгідей құлақ қойып, не айтасың деп қоямыз, ақылдасамыз онымен. Алла тағала айтты ғой, сендердің ашық дұшпандарың. Оның бір үміті бар. Тозаққа кету.
Сол ана адам өлер сәтінде келеді екен ғой, аузы кеуіп жан тапсырар сәтте мына суды ішсең, кәпір болсаң мына суды ішкіземін дейді екен. Алла сақтасын, сол өлім сәтінде біраз адам діннен шығады екен. Алла бізге ондай өлім бермесін. Анау Ахмад ибн Хамбал, ойлашы, Ахмад ибн Хамбалға келген ібіліс саған келмейді деп ойлайсың ба? Жан алған қысылып кетіп, бірі өзіне келіп, бір өзіне кетіп атқан кезде әрі кет дейді екен. Есіне келген кезде не айтып атсыз дегенде, ібілісті көріп атырмын, ібілісті көріп атырмын. Албасты кеп тұрған ғой. Бізді айтпай қой. 5 уақыт намазының сүннетімен қоспағанда 100 ракат намаз оққан нәпіл күніне Ахмад ибн Хамбал радиаллаху. Сол адамға кеп тұрған ағылыз. Біз өзіміз мешіт кетіп келеміз ғой, жүріп барып қайтайық екенбіз. Мәшінеге салып ап, жаңағы дүңкілдетіп музыканы қойып, анекдот приколды ұрып, қазір сыртта тұрады, бесін оқып шығамын дейсің ғой. Сырттан шығып алғаннан кейін ана ғайбат басталады. Анау кетеді, мынау кетеді. Күні бойы бірге жүресің ғой. Сөйтіп үйің алдына барған кезде бисмилля деп кірмесең, үйіңе қоса кіреді ғой, білесің бе? Бисмилля деп тамағыңды ішпесең, сенімен бірге дастарханда отырады ғой. Бисмилля деп жатпасаң, сенімен бірге төсекте жатады ғой. Аузы билля. Подружка болып алғансың ғой, таза жаңа. Міне. Сондықтан әркез бисмилля деп Алланың атымен бастаймын. Сондықтан не дейміз? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Шайтан азғырды бір жаман уәсвәса келді ме? Дереу осыны айтыңыздар. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Алла шайтанның азғыруынан түсіп қалмау үшін сенен пана сұраймын. Басқа бізге ешкім пана бол. Ол жерде сенің анау прокурор көкең поддержка бере алмайды ол жерде. Аузу прокурор демейсің ғой сен. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Аузу сот демейсің ғой. Сот көкеңнен сенің азғыруынан пана тілей алмайсың, ол жәрдем бере алмайды ол. Сондықтан біз Алла тағаланың атымен ғана шайтаннан қорғанамыз. Сондықтан әр қашан Аузу биллахи минаш шайтанир раджим деп. Сондықтан анау кейде намазда ой, жаман ой келгенде шық дейтіні сол сүннет хадисте бар нәрсе ғой. Сондықтан өте ықтиятты болуымыз керек, құрметті бауырлар. Алла баршаңызға разы болсын. Алла тағала өз сүйген құлдардың қатарына кіргізсін баршамызды. Үмітсіз шайтан Алла бәріміздің құлшылығымызды қабыл етсін. Оразаларымызды қабыл етсін. Субханак Аллахумма бихамдик ва нашхаду ан ла илаха илля анта ва настағфирука ва натубу илейк. Аллахумма инна нас'алука илман нафи'ан ва ризқан васи'ан ва амаlan mutaqabbalan. Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Азизу, я Ғаффар. Я Аллахым, өзің жақсы көрген құлдардың қатарында болуды нәсіп ет. Я Аллахым, біздерді күнәмізға емес, өзіңді еске алмағанымызға тәубе еткендердің қатарынан болуды нәсіп ет. Я Аллахым, барлығымыз біз сенен ғана жәрдем сұраймыз. Я Алла тағала, сен ғана қабыл етушісің. Сенің мейірімің шексіз, мейіріміңмен бізді жарылғап, өзің істеген құлшылықтарымызды қабыл ет. Тәубаларымызды қабыл ет. Қиямет күнде сұраусыз жәннатқа кіретіндердің қатарынан болуды өзің нәсіп ет. Ва саллаллаху аля сайидина Мұхаммад ва аля алихи ва асхабихи ажмаин би рахматика я архамар рахимин. Алла разы болсын, құрметті жамағат. Азан айтыңыздар. Көршілерді уағыздан неғып еді, үндемей жүре береміз өзіміз байымдар? Жоқ, ескертесіз ғой, ескерту міндетіміз ғой. Бірақ ол біздің қалымызды өзгертпейді да. Түсініздер ме? Егер біз масаттанып кетсек, онда амалымызға сеніп атқанның белгісі сол. Ал күн сайын Құдайға деген үмітіміз артып, не болады десе, онда амалға сену емес, Құдайға сенудің белгісі. Бір 5-10 минут сұрақтар болса, қойғандар көкейде нені ұстаз? 5 минут ақырсыз енді келген екен. Көкейлерінде сұрақтарымыз болса, құрметті жамағат, енді сұрақ болғанда сұрақ қойылатын арнайы орындар бар, фәтуа бөлімдері бар.
соған қатысты жаңа фәтуаны қойсаңыздар болады. Қазір сұрақ болатын болса, ол уағызымыздың мәні кетіп қалады. Сондықтан Алла тағала баршамызға, бұл жерде имамдар бар, сол менің айтқанымды ол имамды айтады. Сондықтан ал енді мен жауап бермеген сұраққа, ол имам жауап берген сұраққа мен де жауап бермеймін, оған тек фәтуа бөлімі жауап береді. Сондықтан осыған қалыптассақ, фәтуа KZ деген сайт бар. Мысалы соған жазсаң, ол сенің сұрағыңды көрсе, міндетті түрде оған жауап келеді. Осылай ғылыми біз үйренуіміз керек, құрметті жамағат. Ал енді жаңағыдай шелпек пісіруге бола ма, болмай ма, 9 болу керек, 7 болу, оны имамнан сұрасаңыз өзі айта береді. Алла разы болсын баршаңызға.